Онда не шаруаң бар? Мен демалдым ба, демалмадым ба? Тыныштық па сенікі? Мен бір санаторияға жатқызып ақшасын берген адам сияқты сұрадым ғой. Сен демалған адамға ұқсамайсың ғой, не болды сонша ашулан? Ол ғана емес, мен де ашуым саған. Не болды сонша? Мен сендердің ашуларын шақыратын Боратпын ба? Боратсың ба, Мұратсың ба, Мұрат Абдирасың ба, қызық емес маған. Өзің де біліп тұрған шығарсың, біз не үшін ашу екенімізді. Бізде кешіріңдерші, ол да болмаса сендер де неге алып Не колбаса деп далбаса алып тұрсың. Не үшін? Тамақ өткенде телефон сындырып алған үшін ба? Оны сен сындырдың ба? Біз Рамазан деп соны ұрып, ақшасын алып жүрсек, соған жөнет жүрсек, сен екенсің сындырған. Оны қоя беріңдер, не үшін ашулы жүрсіңдер? Сен бізді күйдірдің, Нұрекеннің адамдарын ала бер. Сен бізге уәде бердің, 4 кинода. Біз сенімен жұмыс істемейміз. Бүгін соңғы, пожалуйста, көмектесіңдерші. Ақшасын алсам, осы зор болса, 4 теңге берсеңіз. Қой, бүгін не 7-ші күн ба не? Бүгін соңғы күн. Бұны түсіре алмасақ, бізге Нұрекең спонсор болмайды. İsteyiz. Süremiz bu hatta. Ondan Sürek. Бұл жол ұрлығы кино түсірмейміз. Алақай! Қыздар, және бір бала, қош келдіңдер. Рома, рахмет, елеп ескіргенде. Мен сендерді не себептен шақырғанымды білетін шығарсыңдар. Білмеймін, мынау ғой біз шақырған. Рома айтпадың ба не? Жоқ, Рома, айтқан жоқпын. Кто из вас Рома? Уточняйте, короче. Екеуміз де атымыз Рома. Демей бәле Қазақстанда Рома деген аттан басқа ат қойып қалған ба? Қыздар, және бір бала, мен сендерге бір ұсынысым бар. Ойбай, не ұсыныс ол? Мен өзім жігіттерден бөлініп кино түсірейін деп жатырмын. Рома, сен білдің бе бұл жайлы? Білдім, сол жігіт тәкпедім сендерді. Рома, ялсаң етті. Сендерді киноға алған сол емес па? Рома, как тебе не стыдно? Они же твои же друзья. Друзьяң ғой ол, ұялмайсың ба? Ұялатын ештеңе жоқ, өздері ғой кінәлі. Ойбай, олар саған не істеп қойды соншама? Мен оларға көп сценарий бердім, бірақ олар біреуін де түсірген жоқ. Біз саған не үшін керекпіз онда? Сендер жаңадан келген актрисасыңдар. Енді осы роман арқасында сендер танымал боласыңдар. Ондай танымал болу маған көк тиынға да керек емес. Танымалы боласыңдар и көп ақша беремін. Все, мы согласны. За деньги. Қыздар, сендерде Нұрекеңнің танысысыңдар ма? Да, а что? Қанша киноға түстіңдер басты рөлде? Мен 27 киноға түскем. А мен 28 киноға түсем. Қыздар, білесіңдер ма, мен осы жігіттермен бәрімен киноға басынан бастап түсіп жатырмын, бірақ әлі басты рөлде болған жоқ. Енді сен Нұрекеңді таныс емессің ғой? Нұреке деген кім ол? Қош, сен сонда Нұрекеңді танымайсың ба не? Танымаймын, кім ол? Мәссаған, таныссыз кірген, мен ғана ма десем? Кім айтты мен таныссыз кірді? Қазір ғана айттың ғой сен Нұрекеңді танымайын деп. Ой, мен бәкең жіберді. Бәсе, қайда ғана таныссыз жерде десем? Сен қайдан келдің? Мен үйден келдім. Үйден келгеніңді білеміз ғой. Сен де бірақ таныспен келдің ба, әлде Нұреке, Бәкең дегендермен келдің ба, әлде кастингпен келдің? Мен білмеймін, мен мамам жіберді. Жалпы, қайда келгеніңді білесің ба? Мен осы жақтан келдім ғой. Түсінікті барлығы. Не қысы жылана бердің қайта-қайта? Соғы, таныстау болса бізге не қылды бересің? Жалпы, актерлық қабілеттерің бар ма? Ол не тағы? Ой, мыналарың 10 та білмейді екен ғой. Оның бізге не керек бар? Білесіңдер ма? Бүгін біздің съемка істейтін соңғы күніміз. Ода тұрған не бар екен? Қандай соңғы күн? Мен енді ғана келдім ғой. Сендер білесіңдер ма? Біздің жалпы немен айналысып жүргеніміз. Білмеймін, әйтеуір жүрсіңдер ғой. Күнде көрсен береміз. Соңғы мамада бар деп береді. Атың кім өзі? Қоя беріңдерші, бүгіннен кейін бәрібір ұмытылып кетті. Сен бізді не үшін шақырдың? Не үшін тұрмыз съемкасын? Бас айтады тез-тез. Бүгінгі съемкада таныс деген керек емес. Сендер актерлық шеберлікке дайындау керек. Оны кім үйретеді өзі? Сендерге мен үйретем. Сен өзі бір нәрсе білесің ба? Қашан дайындаламыз? Бастайық та тез-тез.
Аны естіп тұр, біз шығарып тұрған шығар, жүр дейсіз, кеттік барайық.